Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге біздің CTI жобамызды таныстырамын. CTI бұл жай ғана қалалық шағым қабылдайтын сервис емес. Бұл қалалық инфрақұрылым мәселесін қабылдап, жасанды интеллект арқылы талдап, оны әкімдік пен мердігерге бағыттап, соңында жұмыстың шынымен орындалғанын фото арқылы тексеретін толық циклді платформа. Қазір экранда платформаның басты картасы көрініп тұр. Мұнда барлық кейстер пиндер арқылы белгіленген. Төменгі панельде олардың статистикасы көрсетіледі. Шұғыл, жұмыстағы бірлескен және шешілген өтініштер. Сонымен қатар пиндер мен жылу картасы режимдерін қолдануға болады. Бұл карта қалалық проблемаларды бір нүктеде көруге және қай ауданда мәселе көп екенін түсінуге мүмкіндік береді. Картадағы кез келген пинді ашқанда, біз кейстің толық ақпаратын көреміз. Фото, адрес, уақыт, статус және орындаушы. Ең маңызды бөлік жасанды интеллект қорытындысы. Мұнда мәселенің басымдығы, сенімділік деңгейі, қай контурға жататыны, жауапты бөлім және ұсынылған әрекет көрсетіледі. Яғни, жүйе мәселені жай көрсетпей, оны басқаруға болатын досьеге айналдырады. Келесі бөлім лента. Мұнда барлық кейстер уақыт бойынша көрсетіледі. Жоғарғы бөлікте іздеу мен сүзгілер бар. Әр кейсте категория, автор, сипаттама, фото және орналасқан жері көрсетіледі. Бұл бөлім қолданушыларға проблемалардың қалай пайда болғанын және қалай шешілгенін бақылауға мүмкіндік береді. Енді өтініш беру процесін қарайық. Пайдаланушы алдымен фото жүктейді. Кейін категория таңдайды, адрес енгізеді және картадан нақты орынды белгілейді. Қажет болса мәселені дауыспен түсіндіре алады. Жүйе оны мәтінге айналдырады. Өтініш жіберілгеннен кейін жасанды интеллект бірнеше кезең арқылы талдау жасайды. Алдымен фотоны өңдейді, мәселенің түрін анықтайды, ұқсас кейстерді тексереді, қай контурға жіберу керектігін шешеді және өз шешімін түсіндіреді. Нәтижесінде толық жасанды интеллект досьесі қалыптасады. Мұнда мәселенің деңгейі, маршрут, жауапты тарап, тәуекел және әрекет жоспары көрсетіледі. Сондай-ақ шешімнің неге дәл осылай қабылданғаны түсіндіріледі. Жүйеде 3 негізгі рөл бар: тұрғын, әкімдік және мердігер. Тұрғын өз өтініштерін көріп, олардың статусын бақылай алады және мәселенің қалай шешіліп жатқанын толық көреді. Ал мердігер нақты тапсырмаларды орындайды. Мерзімдермен жұмыс істейді және нәтижесін фото арқылы дәлелдейді. Ең маңызды функция бұл AI Verify. Бұл жүйе before және after фотоларды салыстырып, мәселенің шынымен шешілгенін анықтайды. Әкімдік панелінде барлық кейстердің статистикасы, шұғыл мәселелер және аналитика көрсетіледі. Яғни бұл шешім қабылдауды жеңілдетеді. Қорытындылай келе, CTI бұл мәселені қабылдап қана қоймай, оны нақты нәтижеге дейін жеткізетін толық жүйе. Назарларыңызға рахмет.